Сәлем достар, бүгінгі сабағымыз омыртқа бағанасы, яғни остеологияның ең алғашқы сабағы. Видео басталмай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Омыртқа бағанасы латынша атауы колумна вертебралис. Ол 33-34 омыртқаның бірігу нәтижесінде түзілетін болады. Олардың 5 бөлімге бөліп қарастырамыз. Бірінші мойын омыртқасы, 7 мойын омыртқасы вертебра cervicalis. Одан кейін 12 кеуде омыртқасы вертебра торацика, 5 бел омыртқасы вертебра lumbalis, 5-8 көз омыртқасы вертебра sacralis және де 3-4 құйымшақ омыртқалары. Оларда шын омыртқалар және де жалған омыртқалар деп бөлінеді. Жалған омыртқаларға оларға 8 көз омыртқасы және де құйымшақ омыртқасы жатады. Неге десеңіздер, олар жыныстық жетілуден кейін бір-бірімен бірігіп кететін болады. Ал енді әрбір омыртқаның негізгі құрылымына келетін болсақ, яғни барлық омыртқаларға тән олар. Барлық омыртқада кездеседі. Мойында да, кеудеде де, белде де кездесетін болады. Олар омыртқаның денесі корпус вертебра, және де доғасы аркус вертебра, және де жеті өсіндісі. Яғни доғасынан жеті өсіндісі тарайтын болады. Артқы тақ келген олар қылқанды өсіндісі процессус спинозус, көлденеңнен орналасқан көлденең өсіндісі процессус трансверсус, және де жоғарғы төменгі буындық өсінділері. Жоғарғы буындық өсіндісі процессус articularis superior, төменгі буындық өсіндісі процессус articularis inferior. Ал енді мойын омыртқаларға келсек, мойын омыртқалары латынша атауы вертебра cervicalis, саны 7. Мойын омыртқаларының ерекшеліктері олар: мойын омыртқаның денесі кішірек, сопақша пішінді болып келеді, және де екінші, 6-шы мойын омыртқалардың қылқанды өсіндісі ұшы 2-ге айырылған болады. Көлденең өсіндісінде тесіктер бар. Ол тесіктерден миға қан тамырлар, артериялар баратын болады. Көлденең өсіндісінде алдыңғы және артқы төмпешіктер, яғни латынша атауы tuberculum anterius, tuberculum posterius орналасқан. 6-шы мойын омыртқаның алдыңғы төмпешігін ұйқы төмпешігі деп атайды. Латынша атауы tuberculum caroticum. Бұлай аталу себебі ұйқы артериясынан қан кеткен кезде осы төмпешікті басу арқылы қанды тоқтатуға болады. 7-ші мойын омыртқаның қылқанды өсіндісі басқа мойын омыртқаларға қарағанда ұзын болып келеді. Сол себепті оны шығыңқы омыртқа деп атайды, яғни латынша атауы вертебра prominens. Ал енді мойын омыртқаларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші мойын омыртқасы ауыздық омыртқа немесе атлант деп атайды. Латынша атауы атлант, сео атлас. Олардың ерекшеліктеріне келсек, ерекшеліктері алдыңғы артқы доғасынан жұп бүйір бөліктерінен латералды масса болады. Яғни оларда дене болмайды, оның орнына латералды массасы болады. Алдыңғы доғасының сыртқы бетінен алдыңғы төмпек tuberculum anterior, ішкі бетінен тіс шұңқыры fovea dens орналасқан. Ал артқы доғасының артқы бетінде артқы төмпешік tuberculum posterior орналасқан. Ал енді екінші мойын омыртқа. Екінші мойын омыртқа оның біліктік омыртқа деп те атайды. Латынша атауы аксис. Олардың негізгі ерекшеліктерінің бірі бұл денесінің жоғары бетінде тісшесі болуы. Денс деп атайды латынша. Тістің алдыңғы артқы буындық беттері бар. Facies articularis anterior, facies articularis posterior. Ал енді кеуде омыртқалары. Кеуде омыртқалары латынша атауы вертебра торацика. Олардың саны 12 болады. Олардың басқа омыртқалардан ерекшеліктері денесінің бүйір беттерінде жоғарғы төменгі қабырғалық шұңқырлар. Латынша атауы fovea costalis superior, fovea costalis inferior орналасады. Бірақ та оларда 1-ші, 10-ші, 12-ші, 12-ші, 11-ші кеуде омыртқаларында өзіндік ерекшеліктері бар. 1-ші кеуде омыртқаның жоғарғы жиегінде толық шұңқыр, төменгі жиегінде жартылай шұңқыр болады. Ал 10-ші омыртқада тек жоғарыда жартылай. Ал 11 мен 12-де кеуде омыртқаларында денесінде тек бір-бірден қабырғалық шұңқыр болады. 1-ші, 10-ші кеуде омыртқаларында көлденең өсінділерінде қабырғалық шұңқырлар болады. Fovea costalis processus transversus деп аталады. Ал денесіндегі 2-ші мен 9-ші кеуде омыртқаларының денесіндегі шұңқырлар жоғарыда жартылай, төменде жартылай орналасады, яғни барлығы бірдей.
Ал қылқанды өсінділер олар бірін-бірі жауып, шатыр тәрізді орналасады. Олардың қылқанды өсіндісі ұзын болып келген. Ал бел омыртқалары латынша атауы вертебра люмбалис деп аталады. Олардың саны 5. Олардың негізгі ерекшеліктері олардың денесі ірі болып келеді. Неге дегенде оларға масса көп түскендіктен. Олардың буындық өсіндісі сагиталды жазықта орналасып, жоғарғы буындық беті ішке қарай, төменгі буындық беті сыртқа қарай орналасады. Қылқанды өсіндісі қомақты келген, және де жоғарғы буындық өсіндісіне еміздік тәрізді өсіндісі болады, процессус мамилярис. Ал көлденең өсіндісінің алдыңғы бөлігінде қабырғалық өсінді процессус косталис орналасады. Ал артқы бөлігінде қосымша өсінді процессус аксессуарис орналасқан. Сабақ пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.